Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге картошканы рецептімен бөлісемін. Мен бұрын соңды картошканы мүлде ұнатпайтынмын. Ал бұл рецепт мені өзіне бірден ғашық етті. Ол үшін бізге шоколадты печенье керек. Барлығын жақсылап, өте ұсақ етіп езіп аламыз блендермен. Қамырымыз жылдам үйлену үшін жұмсақ сары май және қойытылған сүт керек болады. Қамырды осылай қолымызбен қысқан кезде олар бір-біріне жабысып бірігетін болады. Картошканы формасын жақсы ұстау үшін 5 минутқа морозилке салып аламыз. Бетін сәндеу үшін тек қана молочный шоколадты пайдаланамыз. Оны кондитерский мешокқа салып, қайнап тұрған суға салсақ, ол өзі бірден еритін болады. Бетіне сәндік үшін кокосовый стружка пайдалануға болады, немесе жай өзін шоколадпен жеуге болады. Дәмі енді өте керемет болады. Сіздер де жасап көріп, отбасыңызды және жақындарыңызды қуантыңыздар. Егер видеом ұнаған болса, видеома лайк басып, міндетті түрде арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.